Ұстаз. Бұл сөздің астарында мейірім, даналық, төзім мен шексіз махаббат жатыр. Әр баланың жүрегіне үміт отын жағатын, әр арманға жол көрсететін осы бір қасиетті мамандық иесі. Ұрпақтың сапалы білімі мен елдің кемел келешегі ұстаздың кәсіби шеберлігіне, парасаты мен жүрек жылуына тікелей байланысты. Ұстаз білімнің шамшырағы ғана емес, өмірдің мәнін ұғындыратын, адамгершілік пен құндылықтың қайнар бұлағы. Бүгінде еліміздің болашағына бағыт беріп отырған облысымыздағы 30 мыңға жуық ұстаздың әрбірінің еңбегі баға жетпес. Бірі шалғайдағы шағын ауылда еңбек етсе, бірі қаладағы көп қабатты мектепте сабақ береді. Бірақ олардың мақсаты ортақ: білімді, тәрбиелі, ұлтжанды ұрпақ тәрбиелеу. Бүгінгі заман озық технологияның дәуірі. Жасанды интеллект, цифрлық құралдар, ақпараттық жүйелер білім айдынына кеңінен жол тартуда. Олар оқушыға жаңа мүмкіндіктер ұсынып, ақпаратқа қолжетімділікті жеңілдетті. Дегенмен, қанша дамыса да, ешбір жасанды интеллект шәкіртінің жүрегіне мейірім шуағын төге алмайды. Жасанды интеллект білімді жүйелеп, талдап бере алады, бірақ адамды ар-ожданға, ізгілікке, биік мұраттарға тәрбиелеу ұстаздың ғана қолынан келеді. Осы тұрғыдан қарасақ, әрбір оқушының жетістігі ұстаз еңбегінің айқын көрінісі. Олимпиада жеңімпаздары, ғылыми жобалардың егерлері, өнер мен спортта оза шапқан шәкірттер, бәрінің артында ұстаздың тынымсыз ізденісі, сарқылмас сабыры мен шексіз еңбегі тұр. Биылғы жылы облыс оқушылары халықаралық, республикалық олимпиадалар мен ғылыми жарыстарда 464 медальді иеленді. Оның ішінде 77 медальді халықаралық білім жарыстарында алды. Республикалық олимпиада қорытындысы бойынша, қоғамдық гуманитарлық бағыттағы пәндер бойынша ең үздік олимпиадалық команда атағын иеленсе, республикалық ғылыми жобалар жарысында 16 жыл қатарынан ең үздік команда атағын қорғады. Бұл еңбектің жемісі халықаралық және республикалық деңгейдегі байқауларда да айқын көрініс тапты. Халықаралық, республикалық олимпиадалар мен байқауларда 92 ұстаз жүлделі орындарға ие болды. Академик Асқар Жұмаділдаев атындағы халықаралық және импакт ашық шығармашылық байқауларында математика, физика және информатика пәндерінен сабақ беретін 14 педагог жеңімпаз атанып, командалық есепте республикада бірінші орын иеленді. Республикалық үздік педагог байқауында 4, дарынды балаға талантты ұстаз педагогикалық олимпиадасы 6, алтын тұғыр математикалық олимпиадасы 3, педагогикалық идеялар фестивалі конкурсында 10, жаңа мектепке жаңашыл ұстаз республикалық олимпиадасында 2, үздік авторлық бағдарлама республикалық конкурсында 9 педагог жүлдегер атанды. Сондай-ақ оқу және математикалық сауаттылық табысты синергия атты республикалық сайыста Жамбыл облысының командасы бірінші орынды еншіледі. Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясының бастауымен іске асырылып жатқан үздіктен үйрен жобасы аясында республикалық үздік педагог байқауының жеңімпаздарының шеберханалары ашылып, үздік тәжірибе өңір ұстаздары арасында кеңінен таратылуда. Педагог мәртебесін көтеру мемлекет назарындағы басты міндеттердің бірі болды. Ұстаздың еңбегін бағалау, әлеуметтік жағдайын жақсарту, білім сапасын арттырудың кепілі. Бүгінде мемлекет тарапынан мұғалімдердің жалақысы көтеріліп, кәсіби біліктілікті жетілдіруге мүмкіндік беріліп отыр. Бұл ел ертеңін тәрбиелеп отырған жанға көрсетілген шынайы құрмет. Жамбыл өңірінде де ұстаз еңбегі елеусіз қалған емес. Өткен жылы 360 шебер педагог Ыбырай Алтынсарин медалімен марапатталды. 12 зерттеуші педагог білім беру ісінің үздігі төсбелгісін иеленсе, 3 ұстазға Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы атағы берілді. Бұл марапаттар ұстаздың кәсібилігіне, шәкірт тәрбиесіндегі табанды еңбегіне жасалған әділ баға. Жыл сайын үздік педагогтарға Жамбыл облысының білім беру саласына сіңірген еңбек үшін құрметті атағы берілуі өңірдің білім беру деңгейін көтеруге қосқан үлестің айқын көрінісі. Заманауи ұстаз тек дәстүрді жалғап қана қоймай, жаңа технологияларды игерген әмбебап тұлға. Ол жасанды интеллект мүмкіндіктерін тиімді пайдаланып, әрбір оқушының қабілетіне қарай жеке оқу траекториясын жасай біледі. Бірақ қандай жаңалық келсе де, ұстаздың жүрек жылуы, шәкіртке деген мейірімі мен рухани қолдауы білімнің ең басты құндылығы болып қала береді. Ұстаз уақытпен үндес, қоғаммен үйлес тұлға. Өткенде сауат ашқан, бүгін цифрлық дәуірдің көшін бастап келе жатқан, ертеңгі күні жасанды интеллектті де шәкірт игілігіне жарата білетін жан. Сондықтан ұстаз еңбегінің қадірін ұлықтау елдің болашағына жасалған ең үлкен инвестиция. Ұстаз халықтың рухани тірегі, ұлттың мәңгілік шамшырағы. Ал шәкірт сол шамшырақтың жарығынан нұр алған болашақ.